Петропавлдың орталығында орналасқан бас шыршаның құны 9 миллион теңгені құраған. Тәуелсіздік күнімен қарбаластырылып, еліміздің басты мерекесіне 2 күн қалғанда бас шыршаларын орнатқан Петропавл билігі осылай ерекшеленбек болды. Тіпті әкімдік барлық қаланың аудандарында жаңа жылдық көңіл күй ерекше білініп тұрсын деп кәсіпкерлерді де жұмылдырыпты. Біз ешқандай шығын шығарған жоқпыз, өйткені шыршамызды соңғы 5 жыл орнатып жүрміз. Ал сырғанақтарды өз жұмысшыларымыздың қолымен жасаттық. Биыл Петропавл әкімдігі ерекшеленеміз деп жалпы құны 13 миллионнан астам 4 бірдей светодиодты шырша сатып алған. 60 мың светодиоды бір мезетте жарқыратып, LED экран арқылы түрлі құттықтаулар жазылатын ең басты шыршаның өзі ғана 9 миллион теңге тұрады. Дегенмен халық шыршалардың тым жасанды болып кеткенін айтып отыр. Сөздерінше, ескі болса да бұрынғы шыршамыз табиғи әрі әсерлі көрінетін дейді. Вчера по телевизору показывали, что ставят в каком-то городе вот настоящую елку, да? Ну, маленький можно было на трубу повтыкать, что ли? Это что, смотришь, как пирамиды. Не знаю, может, в каждом веке по-разному. Қымбат, енді не істейсің? Қымбат. 8 миллион, конечно, куда это? А если ставить настоящую, например, из питомника, может быть, это будет намного дешевле и намного красивее.